Ойбай апай, сіз қартайдыңыз. Кәрі қойдың жасындай жасыңыз қалды. Айттым ғой, айтпақшы. Айта береді, шырағым, өзімді білем дедім ғой енді. Ал енді, ойбай, айтпақшы, билеуіміз керек екен ғой сценарий бойынша. Ойбай, шырағым, қаяқтағы бей? Не қылған дейін? Маэстро! Бала кезімізде теледидардан көріп, әрбір әзіліне тәнті болатын тамаша ойын-сауық театры есіңізде шығар. Ал сол жобаның негізін қалаушылардың бірі жерлесіміз Қойшығұл Жылқышиев екенін білетін бе едіңіз? Ол 1948 жылы Индер ауданына қарасты Жаманқұдық жайлауында дүниеге келген. Қазмудың журналистика факультетін тәмамдап, Қазақ теледидары мен Мәдениет министрлігінде қызмет атқарған. 1978 жылы режиссер Лоқпан Есеновпен бірге тамаша бағдарламасын дүниеге әкеліп, кейін ол қазақ сатирасы мен өнерінің үлкен мектебіне айналды. Бұл жоба арқылы көптеген таланттың жолы ашылды. Қойшығұл Өмірұлы тек мәдениет саласында ғана емес, Махамбеттің мұрасын насихаттауға да үлкен еңбек етті. Батыр баба туралы зерттеп, публицистикалық мақалалар жазып, арнайы сыйлыққа ие болған. Тіпті Махамбеттің басына белгі орнату мен жол салу жұмыстарының бастамашыларының бірі болған. 2023 жылы өмірден өткен ол өз өсиетімен Махамбет бабасының қасына жерленді. Осындай елге еңбек сіңірген тұлғаларды танып жүрейік.